Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі болып шығатын және өте дәмді, корждары өте жұмсақ болып шығатын қызыл барқыт тортының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керекті заттардың бәрін описанияда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды және какао ұнтағымызды електен өткізіп, қасықпен жақсылап араластырып қоямыз. Айранымызды да дайындап аламыз. Мен осындай гелевый краситель қостым және араластырып дайындап қоямыз. Таза тұрған ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіргенше ағартып аламыз. Міне жақсылап араластырдық. Енді сары майымызды және сұйық майымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Дайын тұрған біздің айранымызды да қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіліп дайындап қойған ұнымызды да екі бөлікке бөліп, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай болып шығуы керек. Алдын ала пергамент қағазын осылай етіп дайындап алдым, дөңгелекше сызып. Міне осылай дайын тұрған пергамент қағазымызға 2-3 ас қасықтан қамыр салып, оны дөңгелек етіп орап, 180 градуста пісіріп аламыз. Корждарымыз суығанша кремін дайындаймыз. Креміне сахарный пудра және творожный сырды жақсылап араластырып алып, үстінен салқын сливкімізді құйып, оны да қою болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне креміміз дайын болды. Осылай қою болуы керек. Оны арнайы кондитерлік мешокқа салып аламыз. Енді суыған корждарымызды жинап бастаймыз. Ең алдымен подложкемізға осылай крем жағып, коржымызды қоямыз. Және де мен кольцоның көмегімен қолданамын. Және АЦЦ пленкасында қолданамын. Сіздер қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да болады. Коржымыздың үстінен біркелкі етіп кремімізді жағып, барлығын осылай етіп жағып алып шығамыз. Міне менде коржым 8 дана болып шықты. Биіктігі 16-17 см болып шықты. Міне үстіңгі қабатында да коржын жайғастырып, оның үстіне де кремімізді жағып, жақсылап тегістеп аламыз. Беті кремі қатып қалмас үшін мен целлофан жауып, тоңазытқышқа 8-9 сағатқа қойып аламыз. Немесе бір тәулікке тұрса да болады. Қалған кремімізді торттың бетін қаптауға, оны да кондитерлік мешокқа салып дайындап аламыз. Тоңазытқышта тұрған тортымызды шығарып, пленкаларын шешіп аламыз. Міне корждарымыз өте әдемі, биіктігі өте әдемі болып шықты. Енді дайындап алған кремімізді жағып аламыз. Үстіңгі қабатына да жағып аламыз. Ең алдымен үстіңгі қабатын тегістеп, сосын жанын тегістеп аламыз. Міне дәл осы видеодағындай біркелкі етіп, жақсылап тегістеп қаптап аламыз. Жоғарысына шығып қалған кремдерімізді де тегістеп қаптап аламыз. Тортымызды сары түсті жылтыр кондуримен және шоколадты декорлармен әсемдеп шығатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Және де менің каналымда осы шоколадты шариктерді, шоколадты декорларды қалай дайындау керек екенін менің видеом бар. Соны көріп жасасаңыздар да болады. Тортымыз өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жан